Сәлем достар, бүгін өте дәмді және тез дайындалатын керемет тағам дайындайтын боламыз. Менімен бірге болыңыздар. Ол үшін бізге кесектеп туралған ет, 5-6 картоп, 1 қияр және де 1 сәбіз қажет болады. Картоптарымызды 4 бұрышты қылып турайтын боламыз. Пиязды тураймыз. Және де сәбізді де тураймыз. Қызып тұрған табаға май құямыз. Туралған етімізді саламыз. Шамамен 3-4 минуттай қуырамыз. Содан соң пияз саламыз. Дәміне қарай тұз бұрыш саламыз. Сәбізімізді саламыз және де толықтай піскенше қақпағын жауып қуыратын боламыз. Қажет болса су құямыз. Етіміз піскенше қамырын жасап аламыз. 1 жұмыртқаға тұз сеуіп және де су құямыз. Және де жақсылап араластырамыз. Ұн салып қамыр илейміз және де дайын қамырымызды 15-20 минутқа қойып қоямыз. Қамырымызды жұқа қылып жаятын боламыз. Қамырымызға жұқалау қылып күнбағыс майын жағамыз. Кейін қамырды 2-ге бөліп, бір шет жағынан алып бүктейтін боламыз. Жұқалап. Видеоға түспей қалыпты, сол себептен айтып жатырмын. Шетінен бастап орап бүктейміз және де толықтай орап алғаннан кейін кішкентай бөлектерге кесіп аламыз. Біздің етіміз толықтай пісті. Картопын салдым және де ыстық су құйдым. Үстінен 4 бұрышты етіп бүктеп ораған қамырымызды саламыз. Орташа отта қақпағын жауып 30 минут пісіреміз. 30 минут өтті, біздің тағамымыз дайын. Дәмі өте керемет болып шықты. Баршаңызға дайындауға кеңес беремін. Өте керемет дәмді болып шықты. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар және де лайк қойыңыздар. Сіздермен бірге болған Айнұр. Қош сау болыңыздар.